Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге бүгін Қайыржан ағай және бүгін бізде беттік керілу тақырыбын толықтай қарастыратын боламыз. Енді беттік керілу тақырыбы білесіңдер, ұбт-да ең бір жиі келетін, немесе сирек келетін, сирек келсе де көп оқушыларды осы қадап кететін тақырыптардың бірі болып табылады. Так что видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Беттік керілу деген жалпы не десеңіздер, ол сұйық бетінің мүмкіндігінше ең аз ауданға дейін ұмтылу қасиеті. Яғни айтқанда сұйық беттерінің ауданының кішіреюі деп атаймыз. Бұл құбылыс сұйық молекулалардың өзара тартылу күшінің әсерінен пайда болады. Енді білесіңдер, бізде беттік керілу, ол беттік керілу күшімен анықталады. Беттік керілу күші ол сендерде сигма көбейтілген L деген көбейтіндісі арқылы формуласы осындай. Енді бұл жердегі сигма дегеніміз бұл сендерде беттік керілу коэффициенті, беттік керілу коэффициенті деп қойын. Ал енді бұл жерде көріп тұрғандарың L, бұл сендерде жай ғана ұзындығы емес, бұл сендерде осы сұйықтармен жанасу ұзындығы, яғни жанасу ұзындығы. Енді F дейтінді білесіңдер, ол сендерде беттік керілу күші болып табылады. Енді оны қандай жағдайда қарастырамыз? Бірінші, бұл сендерде қандай да бір мысал ретінде қандай да бір түтіктен, мұнау сендерде түтік есілшті, ал түтіктің ішінен су тамшылап жатыр. Осы кезде біз беттік керілу құбылысын көрсек болады. Ол қалай? Яғни айтқанда, қандай да бір мына бір тамшының өзінің ауырлық күші болады, төменге қарай құлайтын. Осы бір ауырлық күші мына бір түтіктің бөлігімен жанасу кезінде пайда болатын беттік керілу күшіне тең болған кезде ол сендерде осы түтіктен айырылатын болады. Яғни айтқанда, мына жердегі жоғары қарай бағытталған керілу күшінің әсерінен, яғни екеуі тең болған кезде бізде яғни айтқанда сигма L деп қойын. Осы екі күш бір-бірін теңгерген кезде сұйық сендерде сұйық түтіктен ажырайды екен, ажырайды деп қойын, ажырайды. Ең негізгі формуласы осы сендерде жігіттер жазар. Және айтқым келетін нәрсе, бізде беттік керілу ол не только осы бір күшті анықтаумен, ол сендерде қандай да бір ауданның өзгерісі арқылы жұмыс жасауға да сәйкес келеді. Яғни айтқанда, бізде жұмыс ол білесіңдер, F көбейтілген қандай да бір S орын ауыстыру екен. Енді оны F дегеніміз осы бір беттік керілу күші деп алатын болсақ, ол сигма көбейтілген L көбейтілген S орын ауыстыру. Енді ол бастапқы өзінің қандай да бір ұзындығы бар, және де ол қандай да бір орынға орын ауыстыратын болса, оның бір сызатын бөлігі пайда болады. Мысалға, мына бір ұзындығы L болатын нәрсе оңға қарай қандай да бір S қашықтыққа орын ауыстыратын болса, мына жаққа орын ауыстыратын болса, ол мына бір толық ауданды сызады. Сол себепті біз формуланы A көбейтілген A тең болады сигма көбейтілген дельта S деп өзгерсек болады екен. Яғни айтқанда, біздің сұйықтардың бетінде осындай бір нәрселерді жылжытатын болса, ол қандай да бір жұмыс жасайды, соның әсеріне біз сол жұмысты осы бір формула арқылы анықтасақ болады деген сөз. Дельта S бұл жерде сендерде аудан өзгерісі. Түсінікті деп ойдамын. Кеттік. Енді екінші нәрсе ол капилляр. Капилляр дегенді көбісі түсінбей жатады. Ол не десеңіздер, ішкі диаметрі өте кішкентай жіңішке түтік. Мысалға, ана инені алсақ та болады. Мысалға,
шприц дейміз, иә, укол салатын, вот соның басындағы инелерді қарастыратын болсақ, ол бізде капиллярлық түтік болып табылады. Енді ішкі диаметрі өте кішкентай жіңішке түтік. Мұндай түтікте сұйықтың деңгейі қоршаған ортадағы деңгейден жоғары көтерілуі немесе төмен түсуі мүмкін дейді. Бұл құбылыс капиллярлық құбылыс деп аталады. Яғни айтқанда қараңыздар, бізде екі сұйықты көріп тұрсыңдар, екі сұйықты көріп тұрсыңдар, біреуі былай қарай кеткен, ойыс болып, екіншісі дөңес болып тұр. Енді бізде осы капиллярлық құбылыстарда қосымша енгізілетін шама бар. Ол сендерде Лаплас қысымы. Лаплас қысымы. Оны кей жағдайларда қосымша қысым деп те атайды. Ол қандай жағдайда пайда болады? Біздің мына бір сұйықты қарастырайық, сұйығымыз бар. Енді оны білесіңдер. Мына сұйық ойыс болып тұрған себепті оның бетін түзету үшін, яғни қанда түп түзеу болу үшін мынандай болып, оның мына бір бөліктерінде жоғары қарай әсер ететін біздің осы бір Лаплас қысымымыз пайда болады. Лаплас қысымымыз пайда болады. Жоғары қарай әсер ететін. П Лаплас деп қойын. Сол Лаплас қысымның әсерінен ол жоғарыға қарай көтеріледі. Жоғарыға қарай көтеріліп, ол қандай да бір биіктікке тұрақтайды, мынандай болып, түзеу болып. Беті уже түзеу болып кетеді. Осы жерде біз Лаплас қысымының анықтамасын беретін болсақ, ол сендерде мына бір қисық беттің қисық сызықты, яғни қанда беттің бөлігін, соны түзетуге арналатын қысым болып табылады. Яғни қанда ол қандай жағдайда түзеледі? Сұйықтың беті. Ол сендерде осы бір Лаплас қысымдарын гидростатикалық қысымға теңескен кезде. Ал Лаплас қысымының формуласы қандай десеңіздер, П Лаплас ол сендерде 2 сигма бөлінген R формуласымен анықталады екен. Енді біз осы бір көтерілу биіктігін анықтайтын болсақ, яғни қандай да бір биіктікке көтеріледі ғой ол. Сондықтан гидростатикалық қысым болады. Сонда біз 2 сигма бөлінген R тең болады ρ G H дейтін болсақ, осы жерден көбінесе сұрау мүмкін бізде көтерілу биіктігін, яғни 2 сигма бөлінген ρ G R деген формула бізде пайда болады екен. Если что, ұбт-да бұл формулаға есептер келеді. Мына бір екінші жағдайында көріп тұрсыңдар, сұйықтың беті дөңес болып тұр. Сол себепті оның бізде түзету үшін ол төменге қарай қозғалу қажет. Сол себепті ішке қарай біздің Лаплас қысымдарымыз әсер етеді, төменге қарай Лаплас қысымдар. Бұл Лаплас. Енді ол қандай да бір биіктікке, мына бір биіктікке барғанда ол түзеледі десек. Дәл осылай, яғни қандай да бір H биіктікке төмен түседі, гидростатикалық қысымымызда осы бір Лаплас қысымына тең болған кезде ғана олар осы бір түзеу пайда болады екен. Беті түзеу болады осы сұйықтың. Енді түсінікті деген ойдамын. Бізге сұрақтарға өтетін болсақ, давайте қарайық. Капилляр түтіктің радиусы 0,5 мм. Көріп тұрсыңдар, уже капилляр дегеннің өзінде радиусы сендерде 0,5 мм. Көрінер ме? Түтіктің ұшынан су тамшысы үзіліп түсті. Судың беті керілу коэффициенті мынандай болса, тамшының массасынан тағыз. Мен жаңа айттым, бізде түтік бар. Оның ішіне түтіктің басы ғой, яғни су тамшылайтын бөлігі, дөңгелек болады. Оның радиусы бар, мінекей, қараңыздар, қандай да бір R деген радиусы бар. Ал енді осы бір түтіктің басының ұзындығын өлшейтін болсақ, L тең болады 2 пи R. Сонда 2 пиді көбейтесіңдер, 0,5 көбейтілген оның -3 дәрежесі метрге. Сонда 2 пиді көбейтетін болсақ, давайте қазір мен көбейтіп жіберейін. 2-ні көбейтеміз пиға, көбейтеміз 0,5-ке. 3,14, иә? L тең болады бізде 3,14 көбейтілген оның -3 дәрежесі метр деген жауап шығады екен. Яғни оның мына бір су тамшысы бөлініп шығатын кезде, мына қараңыздар. Су тамшысы бөлініп шығатын кезде, су тамшысы дейді. Сендерде дәл осы бет арқылы жанасады. Именно осы дөңгелек бет арқылы жанасады. Сонда оның жанасу бетінің ұзындығы осы бір шеңбер ұзындығы болып табылады екен. Сонда осы бір тамшының төменге қарай әсер ететін ауырлық күші біздің жоғарға қарай тартып тұратын керілу күшіне
тең болған кезде біз айттық жаңа тамшы үзіліп түседі дедік. Сонда сигма L-ді теңестіретін болсақ біз mg-ге. Енді осы жерден массасын анықтау қажет. Бізде сигма 0,073 көбейтеміз 3,14 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі, оны бөлеміз 10-ға. Сонда бізде қанша шығады? Массамыз тең болады. Давайте мен есептеп берейін. 3,14 көбейтіп 0,073-ке бөлеміз 10-ға. Менде шығады екен 0,023 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Немесе біз оны былай жазсақ болады, 0,023 грамм деп те жазсақ болады екен. Яғни айтқанда мына бір д нұсқасында орналасқан жауап бізде сәйкес келеді деген сөз. Келесі сұрақ. Ұзындығы 5 см сіріңке су бетінде жатыр. Судың беттік керілу коэффициенті мынанша болса, сіріңкеге әсер ететін беттік керілу күшін анықтаңыз. Енді бұл жағдайда қараңыздар, біз мына бір сіріңкенің енін ескермеуге болады, яғни қандай қалыңдығын ескермеуге болады. Тек қана мына бір ұзындығы бізде айтылған, ол 5 см деп. Және де мына жағының ұзындығын көріп тұрсыңдар, ол тоже бізде 5 см. Сонда d тең болады 5 см десем, яғни айтқанда ұзындығы. Ал біздің жанасу ұзындығы мына бір L. Яғни қараңыздар, L жанасу ұзындығы дедім ғой. Сонда жанасу ұзындығы қанша болып тұр бізде? Ол екі жағымен жанасып тұр. L тең бола салады 2d немесе 10 см деп жазуға болады екен. Сонда мен жағаны енді беттік керілу күші тең болады сигма L десем, просто сигма L-ға көбейте салам. Яғни қанда 0,073-ті көбейтем мен 10 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесіне. Осы сендерде енді керілу күші неше болады? Қателеспесем 0,0073 ньютон деген жауап шыға салады екен. Ол сендерде мына с нұсқасында орналасқан. Түсінікті деген ойдамын. Келесі сұрақ. Немесе былай алсаңыздар да болады. Формула ол сендерде керілу күші, ол сигма көбейтілген 2d деп алсаңыздар да болады. Яғни қандай 2 сигма d деп. Мен просто мына жерде жалпы ұзындықты 2d деп алған себепті сразу бүйтіп орнына қоя салған жайым бар. Келесі бізде мынандай бір күрделі сұрақ. Радиусы 10 см болатын жұқа дөңгелек сым су бетінде жатыр. Сымды судан жоғары қарай ажырату үшін ең аз қанша күш қажет дейді. Яғни қанда мына жоғарға қарай тартып жатқан күшіміз қанша деп тұр ғой бізде. Судың беттік керілу коэффициенті мынанша болса, сымның массасы мынанша деп берілген. Енді өздерің білесіңдер, беттік керілу күші ол төменге қарай әсер етеді. Яғни сұйық мына бір сымды жібермей өзінен тартып жатады. Сол себепті біздің беттік керілу күшіміз төменге қарай, және де оның салмағы бар, төменге қарай әсер ететін mg деген ауырлық күші бар. Және де жоғары қарай мына бір F күшіміз түсірілген кезде, олар екеуі бір-біріне тең болған жағдайда су бетінен мына бір дөңгелек сақинаны жұлып алуға болады. Яғни қанда F керілу қосылған mg. Енді біздің керілу күшіміз қандай? Керілу күшіміз білесіңдер, мына жаққа жазайын. F керілу білесіңдер, ол сигма L, я? Сигма L. Енді қарасандар, ол сұйық, ол мына бір сақина ішкі жағымен де және де сыртқы жағымен де жанасып тұрғанын көріп тұрсыңдар, я? Қараңыздар. Сақинаның ішкі жағы жанасып тұр сұйыққа, және де оның сыртқы жағы да жанасып тұр. Ал біз мына бір сақинаның қалыңдығын ескермеген себепті, оның сыртқы ұзындығы L және де ішкі ұзындығы да L деп алсақ болады. Болмаса, LL деп ала салайық. Сонда оның жалпы жанасу ауданы 2 сигма көбейтілген L бола салады ғой. Яғни қандай 2-ні көбейтеміз сигмаға, көбейтеміз 2 пи R-ге. Енді 4 көбейтілген сигма 0,075 көбейтілген 3,14 және де радиусымыз бізде 10 см, 10 көбейтілген немесе 0,1 дей салайын. Сонда бізде қанша болады? Керілу күші бізде 4-ті көбейтемін 0,075-ке, көбейтемін 3,14-ке, көбейтемін 0,1-ге. Ол сендерде 0,094 ньютон деген жауапты бере салады екен. Ал енді біз ауырлық күшін есептейтін болсақ, давайте. Ауырлық күші қанша болады?
mg тең болады. Массасы бізде 20 грамм деп берілген. 20 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесін көбейтеміз 10-ға. Ол сендерде 2 көбейтілген 10-ның минус 1 дәрежесі немесе 0,2 деп алсақ та болады. 0,2 ньютон жуықтап алғанда. Сонда біздің F ауырлық күшіміз 0,2 ньютон болып тұр екен. Енді жоғарға қарай тартатын F күшімізді анықтайтын болсақ, осы жерде 0-ден 0,94-ті қосамыз біз 0,2-ге. Сонда біздің жоғары қарай тарту күшіміз жуықтап алғанда 0,29 ньютон бола салады екен. Ол сендерде мына А нұсқасында орналасқан. Келесі сұрақ. Келесі бір 4 есепте ал. Ұзындығы 8 см болатын жұқа сымнан жасалған жақтауға сабын қабықшасы керілген дейді. Яғни сабын қабықшасы жігіттердер. Бұл сендерде бекер айтылмаған. Яғни қараңыздар, мына жаққа оралайық. Если бізде бұл сұйық болған жағдайда, сұйық болған жағдайда. Ал енді сұйық болған жағдайда оның жанасу бетіне қарайсыздар. Бір ұзындықпен жанасатын болса, ол L болады, екі жағымен жанасатын болса, 2L болатын еді. Ал енді бізде сабын көпіршегі деп айтылатын болса, сендерде мына бір түтік десем, осы түтік сендерде мына сабын көпіршігімен 2 қабат болып жанасады екен. 2 қабат мінекей. Сонда біздің формуламыз F керілу ол 2 сигма L болады. Всегда сабын көпіршігі үшін осы формуланы қолданасыздар. Хорошо? Енді қараңыздар. Мына есеп көре алатын болсақ, бізде айтылған ұзындығы 8 см болатын жұқа сымнан жасалған жақтауға сабын көпіршігі керілген. Қозғалмалы қабырғаңыз 4 см-ге жылжыту үшін, яғни қандай қараңыздар. Мына бір қабырғаны оңға қарай қандай да бір адам тартып жатыр. Яғни 4 см-ге жылжытқан. Енді ол қандай ауданды сызады? Мен жаңа айттым ғой, ол қандай да бір ауданды сызып, аудан өзгерісі пайда болады. Яғни қандай мына бір ауданды сендер жалпы ауданның өзгерісі деп алсаңдар болады. Оны қалай анықтайсыңдар? Оны мына бір L ұзындықты көбейтесіңдер дельта X-ке. Сонда 8-ді көбейтетін болсаңдар 4-ке, ол 32 см квадрат бола салады екен. Енді бізде қараңыздар, жаңа айттық қой, жұмыс ол сендерде сигма көбейтілген дельта S. Бірақ бұл жерде сабын көпіршігі болған себепті оны 2-ге көбейтесіздер. Сонда 2 көбейтілген 0-де 0,25 көбейтілген 32 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі бізде қанша болады? Жұмысымыз 0-де 0,25-ті 2-ге көбейтсек, көбейтеміз оны 32-ге. Сонда ол 1-де 6, яғни қанда 1,16 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі джоуль деген жауапқа тең бола салады екен. Яғни қанда мына бір С нұсқасында орналасқан. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ дәл осындай. Бұл бірақ су деп айтылған. Яғни қанда су арқылы қолданатын болсақ, қараңыздар. Сумен тек қана оның бір-ақ қабаты болады. Яғни тек қана ішкі жағы ғана жанасып тұр. Көріп тұрсыздар, ішкі жағы тек қана бір қабаты ғана жанасып тұр. Сол себепті біздің мына бір дельта X дегеніміз ол 4 см болса, 4 см жаңағы. Сонда ол бізде дельта S тең болады L көбейтілген дельта X. Сонда біздің жұмысымыз тек қана сигма көбейтілген дельта S бола салады екен. Яғни қанда сигманы көбейтесіңдер L көбейтілген дельта X-ке. Неше болады? 0,073-ті көбейтемін мен L ұзындығым 8-ге, және де 4 см-ге 10-ның минус 4 дәрежесі дей салсам. Сонда жұмысымыз бізде тең бола салады екен. 0-де 0,73 көбейтілген 8 көбейтілген 4, 2-де 34 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі джоуль деген жауап бізде шыға келеді екен. Яғни қанда біздің су арқылы қолданатын болсақ, ол кезде біздің 2,34 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі джоуль деген жұмыс атқарылады екен, чтобы мына бір қабырғаны 4 см-ге оңға жылжыту үшін.
келесі мынандай бір предпоследний сұрақ болсын, сәл-пәл ойланатындай сұрақтардың бірі. Капиллярлық түтіктің радиусы 0,5 мм. Түтік арқылы сұйық 11 мм-ге көтеріледі. Егер сұйықтың беттік келу коэффициенті мынанша болса, сұйықтың тығыздығын анықтаңыз. Яғни айтқанда қараңдар. Мынау бір капиллярлық құбылыс болсын, капиллярлық ыдыс түтік болсын. Бізде мынандай бір сұйық бар. И ол, қараңыздар, ол дәл сол осы капиллярлық түтік, және де мынау бір бастапқы деңгей деп қарастыратын болсақ, ол сендерде қандай да бір мына бір жерде ол түзеледі, яғни беті түп түзеу болып тұрады осы сұйықтың. Яғни айтқанда ол сендерде қандай да бір H биіктікке көтерілді сұйық. Сонда біз жаңа айттық қой, осы кезде пайда болатын 2 сигма бөлінген R деген біздің лаплас қысымымыз гидростатикалық қысымға тең болған жағдайда ғана олар мына бір биіктікке тұрақталады. Сонда енді біз бұл жерден тығыздықты өрнектеп алатын болсақ, 2 сигма бөлінген GHR дейтін болсақ, сонда сигма тең бола салады екен 2 көбейтілген 22 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген бізде 10 көбейтілген 11 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі, және де радиусы 0,5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Сонда бізде енді не шығады? 22 мен 11-ді қысқартсақ 2 болады. Бізде 2 мен 10-ды қысқартсақ 5 болады. Сонда 4 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі бөлінген 5 болып тұр ғой бізде. Яғни айтқанда 4-ті 5-ке бөлетін болсақ қанша бізде? 4-ті 5-ке бөлетін болсақ, ол 0,8. Сонда 0,8-ді көбейтеміз 10-ның 3 дәрежесіне. Ол енді 800 килограмм бөлінген метр куб деген жауапқа сәйкес келеді екен. Яғни айтқанда біздің мына бір 11 мм-ге көтерілген сұйық, ол сендерде 800 килограмм бөлінген метр куб тығыздыққа ие. Бұл енді жуықтап алғанда спирт десек те болады. Кім жатқа білет, комментарийге жазып кетсеңдер болады. Менің ойымша, бұл сұйық сендерде спирт болуы қажет. Енді соңғы бір сұрақтардың бірі, ішкі диаметрі 2 мм вертикаль түтіктен спирт тамшылап тұр дейді. Әр тамшы 1 секунд сайын үзіліп түседі. Қанша уақытта массасы 10 грамм спирт ағып шығады делінген екен. Енді қараңыздар, бізде қандай жағдайда түтіктен сұйық, яғни тамшы ағып түсетін еді? Мынау біздің түтіктің ұзындығы десек, төбе тамшы ағып түсетін, мынау мысалы тамшы болсын. Тамшы қандай жағдайда ағып түсетін еді? Тамшы сендерде мына бір төменге қарай әсер ететін ауырлық күші, яғни қанда M0 деп қояйын, өйткені ол бір тамшы M0 G тең болған жағдайда жоғары қарай тартып тұратын беттік келу күшіне, яғни қанда сигма L тең болады M0 G. Енді бұл жерде сабын көпіршігі деп айтылмаған, спирт деп айтылған, сол себепті ол бір ұзындық бойынша жанасады. Сонда енді бұл жерден M0-ды анықтап алатын болсақ, сигма L бөлінген G десем, енді сигма көбейтілген, біз ұзындықты қалай ашамыз? Ол сендерде пиді бола салады, пиді бөлінген G. Сонда оның бір тамшысының массасы қанша болып тұр? 22 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесін көбейтеміз 3,14 көбейтілген 2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген 10. Сонда сендерде пайда болады екен. Жауап қанша? 22 көбейтілген 3,14 көбейтілген 2 десем, оны бөлеміз 10-ға. Ол 13,8. 13,8 көбейтілген 10-ның көбейтілген 10-ның. Ол минус 6 дәрежесі килограмм деген жауап бола салады екен. Бұл сендерде бір ғана тамшының массасы. Ал енді қараңдар, бір тамшы 1 секундта үзіліп түсетін болса, 10 грамм спирт дейді. 10 грамм спиртте қанша тамшы болады? Қараңыздар, N тамшыны өзінің M0 массасына көбейткенде менде жалпы масса шығады. Енді бұл жерден енді
мен тамшылар санын анықтай аламын, яғни масса бөлінген М0 деп. Сонда біздің массамыз 10 грамм, 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген бір тамшының массасы 13-те 8 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. Сонда біздің тамшылар санымыз қанша болып тұр? 10-ды бөлеміз 13-те 8-ге. Ол 0-де 724, 0-де 724 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, немесе 724 тамшы деген сөз. 724 тамшы. Сонда 10 грамм спирттің ішінде бізде жалпы 724 тамшы болады екен. Сонда бір тамшы 1 секундта түсетін болса, 724 тамшы ол x секундта түсетін болса, x секунд енді пропорция бойынша 724 секунд деген жауапқа ие болады екен. Яғни бізде с нұсқасында орналасқан. Түсінікті болса, давайте жалғастырайық. Келесі сұрақ бізде. Келесі сұрақ мынандай бір сұрақ болсын, және де бұл соңғы сұрақ болып табылады. Диаметрі 1 мм вертикаль ілінген қорғасын сымның төменгі ұшын балқытқанда 20 қорғасын тамшысы пайда болды. Сымның ұзындығы қаншаға қысқарады дейді. Енді қараңыздар, бізде мынандай бір жіп болсын, және де оның ұшына бір қорғасын ілінсін, қорғасын ілініп тұрсын. Енді осы қорғасынның астына от жағатын болсақ, мысалға да, жылу беретін болсақ, оны қыздыратын болсақ, ол қорғасын балқитынын білесіздер. Сол кезде 20 қорғасын тамшысы пайда болды дейді. Енді қараңыздар, бізде қандай жағдайда қорғасын тамшысы үзіліп түседі? Бұл да жаңағыдай сұйықтың түтіктен құлауы секілді. Яғни қорғасын тамшысы қорғасынан үзіліп түсу үшін оның ауырлық күші жалпы беттік керілу күшіне теңесу қажет. Сонда бір тамшы, яғни М0G деген қорғасынның бір тамшысының ауырлық күші сигма көбейтілген L деген ұзындық күшке тең болу қажет. Сонда енді бұл жерден М0-ды анықтап алатын болсақ, сигма L бөлінген G, немесе сигма көбейтілген P-ді бөлінген G. Енді масса 0-ды анықтайтын болсақ, яғни бір тамшының массасын. Бұл жерде қараңыздар, сигма бұл жерде 0,47, көбейтеміз оны 3,14-ке, көбейтеміз 10-ның минус 3 дәрежесіне, бөлеміз 10-ға. М0 бұл жерде сендерде 0,47-ні көбейтеміз 3,14-ке, бөлеміз 10-ға. 0,115 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Бұл сендерде жалпы бір тамшының массасы. Енді жалпы массаны табатын болса, қараңыздар. Жалпы масса 20-ға көбейтеміз осыны. М0-ды. Сонда 0,15-ке көбейтетін болсақ, сонда 20 көбейтілген 0,15 ол 3 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм бола салады екен. Енді қараңыздар, сымның ұзындығы қаншаға қысқарады дейді. Оны қалай анықтаймыз? Біздің масса жалпы ол сендерде ро көбейтілген в болса. Ал енді ро бізде тұрақты. Көлем ол сендерде мына бір қимасының осы S қимасының L ұзындығына көбейтіндісі десек. Енді қараңыздар, бізде S қимасы тұрақты, және де оның тығыздығы тұрақты болған себепті біздің массамыз қаншаға өзгерсе, оның ұзындығы да соншаға өзгереді деген сөз. Енді қараңыздар, бізде бастапқыда ол қандай да бір L ұзындық болды. Енді бізде давайте бүйтейік. Диаметр 1 мм деп тұр. Сол себепті қараңыздар, 3 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі, яғни оның массасының өзгерісін біз 11300 тығыздыққа, және де S қимасының ауданы білесіңдер, S ол сендерде πd квадрат бөлінген 4, сонда 4-ке көбейтіп бөлеміз 3,14 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі десем. Сонда қараңыздар, 12-ні бөлемін 11300-ге, бөлемін 3,14-ке. Және де мен оны 1000-ға көбейтетін болсам,
бізде жалпы 0,33 метр деген жауап пайда болады екен. Яғни қанда бұл L деген ұзындық, ол сендерде осы бір именно қорғасынның қысқарған бөлігінің ұзындығы. Яғни мынанша ұзындық қысқарды десе, ол ұзындықта білесіңдер, мына бір көлденең қимасының ауданы болады, S деген. Және де S көбейтілген L, ол сендерде көлемді береді. Яғни бұл көлем жалпы осы балқыған қорғасының көлемі. Ал енді масса балқыған, ол ро тығыздық көбейтілген В балқыған болса, мен оны теңестіре алатын белгілі. Сол себепті біздің 33 сантиметр деген жауабымыз дұрыс болып табылады. Осымен бізде қысқаша видео сабағы аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Қайыржан ағай. Тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Если түсінбей қалған жағдайлар болса, менің төменде сілтемелер болады, яғни қанда әлеуметтік желілер десек те болады, телеграм чаттарға жасаңыздар да болады. Түсінбей қалған сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Осымен біздің сабақ аяқталды. Келесі кездескенше.